Әр әулеттің өз тарихы бар. Ол тарих сол әулеттің бастауында тұрған адамдардың тағдырынан, еңбегінен, жүріп өткен жолдарынан тұрады. Адам ғұмыры өткінші болғанмен, артында қалған ісі мен өнегесі мәңгі. Бүгін біз дүниеден озғанына 40 жыл болған аяулы анамыз Базарбай қызы Қанымды, бақилық болғанына 20 жыл болған асыл әжеміз Достанова Қадешті сағынышпен еске аламыз. Ана жаным, ақ жүрегің кеңеді-ау, қиналсаң да еш білдіргің келмеді-ау, сіздей мықты бола алмаймыз, анашым, жоқ дегенге бала жүрек сенбеді-ау. Анамыз Базарбай қызы Қаным Базарбаева 1947 жылы 1 ақпанында көп балалы отбасында дүниеге келді. Балалардың ішінде сабаққа алғыр, қолөнерге бейім болып өсті. 1964 жылы Қаракөл мектебінің 11 сыныбын бітіріп, Гурьев педагогикалық институтына оқуға түседі. 1969 жылы осы оқу ордасының математика факультетін аяқтап, математика пәнінің мұғалімі мамандығын алып шығады. Мың 1968 жылы қыркүйек айында Достанов Нұрсұлтанмен отбасын құрып, 1969, 1972 және 1975 жылдары Нәсіп, Гүлнар, Гүлназ есімді қыздарды дүниеге әкеледі. Еңбек жолын 1970 жылы Мақат кентінде кітапханашы болып бастайды. Жолдасының жұмыс бабына байланысты Доссорға қоныс аударып, 1970 және 1977 жылдары аралығында Абай орта мектебінде математика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарады. 1977 жылы отбасы Гурьев қаласына көшіп келеді. Осы жерде соңғы күндеріне дейін балабақшада бухгалтер болып еңбек етеді. Анамыз Базарбай қызы Қаным жүрек ауруына шалдығып, ұзақ жылдар бойы ем қабылдайды. Әкеміз Нұрсұлтан оны Мәскеуге дейін апарып емдетсе де, дерт жеңіп, 1985 жылы 25 тамызда анамыз дүниеден өтеді. Бар болғаны 38 жыл ғана ғұмыр кешсе де, Қаным анамыз бауырларына қамқоршы, асыл жар, адал келін, мейірімді ана ретінде ел жадында мәңгі сақталды. Айналайын халқым, амансыңдар ма?
Қанымжанның дүниеден өткені де бірталай жыл болып қалыпты. Бер жағында ұрпақ өсіп, бір-бір шаңырақ иесі болып отыр. Қанымжанды еске түсіретін болсақ, сіңлім бала кезден ақылды, мұқият, таза, сабырлы, бір қалыпты бала болып өсті. Он саусағынан өрелін тамған, тоқып та, тігіп те әдемі бұйымдарды дайындай беретін. Тіккен киімдерін дүкен сүресіндегідей сияқты еді. Бой жеткен кезде, Нұрсұлтан менің отбасылы болған кезде, бала тәрбиесінде де бір қабағын шытып, не болмаса ренжіп, қатты сөйлегенін естімедік. Ол өте ақылды болды. Жұмақтың төрінде деп санаймыз. Айналайын Маралжан, қыздарды өсірдің, анасын жоқтатпадың, қолыңнан ұзаттың, рахмет саған. Айналайын. Құдағайдың да өмірден өткеніне бірталай жыл болып қалыпты. Ол кісінің әңгімесін тыңдап, талай дәмдес болдық. Келінді күту, қарым-қатынас қалай болуын керек екендігін көрдік. Қанымға бала тәрбиесінде көмектесіп, жақсы қасиеттерін балаларының бойына сіңірген әжесінің де еңбегі зор. Айналайын Нұрсұлтан мен Марал, нәсіп бастаған, дәмер қоштаған сіздердің ұйымдастыруларың менен беріп жатқан еске алу асы қабыл болсын. Ендігі қалған жерде ұрпақтарының қызығын көріп, аман отырыңдар, айналайындар. Асыл әжеміз Достанова Қадеш 1920 жылы Жылой ауданының Балықшы колхозында Дүйсен атты азаматтың отбасында дүниеге келді. Үлкен апалары Үлдеш пен Салуа, өзінен кейінгі Шарипа мен Алима есімді бауырларымен бірге өсті. Жастайынан еңбекке араласып, трактор айдап, колхоз жұмысына белсене қатысты. Кейіннен Дәрібай атамызға тұрмысқа шығып, үй шаруасымен айналысты. Өкінішке қарай 3 баласы сәби шағында шетінеп, жалғыз ұлы Нұрсұлтанмен бірге Рассордан Гурьевке қоныс аударып, сонда тұрақтады. Гурьевке келгеннен кейін Гурьев санаториясында еңбек етті. Келіні Қаным дүние салғаннан кейін анасыз қалған 3 немересіне қамқор болып, оларға мейірімін төкті. Жаңа түскен келіні Маралға бағыт-бағдар беріп, одан өмірге келген Динара мен Дамир атты немерелеріне дана әже болып, ақылын айтып отырды. Әжеміз Қадеш қонақжай, көпшіл, ағайын туысын дәм татырмай жібермейтін, хал жағдайын сұрап, әрдайым жан-жағына шуағын шашып жүретін. Немерелерінен 8 шөбере сүйіп үлгерген Қадеш әжеміз 2005 жылы 30 қыркүйекте 85 жасқа толуына аз уақыт қалғанда дүниеден өтті. Ол артында ақылымен, мейірімімен, қонақжай мінезімен есте қалған абзал ана, ардақты әже болып қала берді. Көк аспаннан бара
жатыр өмірімнің жұлдыз ағып жетем деген арман жол бара жатыр жұлдыз арып жұлдыз неткен мұңлы жарық көк аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдыз ағып жетем деген арман жол бара жатыр жұлдыз арып жұлдыз неткен мұңлы жарық